Кайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге осындай өте керемет, қол жетімді заттардан жасалатын, өте әдемі, өте дәмді тарталеткенің рецептін ұсынамын. Бірінші кезекте осылай електен өткізілген ұнымызға майымызды осылай теркадан өткізіп аламыз. Майларыңыз мұздай болса болады. Осылай теркадан өткізгенге ыңғайлы болу керек. Осылай барлығын ұнға кішкене батырып алсаңыздар, теркадан өтуі оңай болады. Сол себептен ұнға қайта батырып, теркадан өткізіп алдым. Теркадан өткізіп болғаннан соң үстіне аздап разрыхитель саламыз. Бір шай қасық разрыхитель салып, жақсылап крошка дайындап аламыз. Міне осымен крошкеміз дайын болды. Енді кезекте қант ұнтағын салып, кішкене араластырып жібереміз. Содан соң бір дана жұмыртқа салып, бір ас қасық қаймақ салып, қамырымызды илеп аламыз. Өте жұмсақ, жұмыс істеуге өте ыңғайлы қамыр дайын болады. Артық ұн салудың керегі жоқ. Рецепті төменге жазып қалдырамын. Сол бойынша жасасаңыздар болады. Артық ештеңке қосудың қажеті жоқ. Міне өзі илей берсеңіздер, қамыр өте әдемі жұмсақ қамыр дайын болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз дайын. Енді қамырымызды 1-2 сағатқа холодильникке салып қоятын боламыз. Міне холодильниктен уже шықты. Енді кезекте бөліктерге бөліп аламыз. Қамырдың көлемін формаларыңызға қарай бөліп аласыздар. Менің формам кішірек болғандықтан 16-18 етіп өлшеп алдым қамырды. Формаларыңыз үлкен болса 20-20-дан көптеу етіп бөлсеңіздер болады.
Міне қамырымызды бөліп болдық. Ровно 40 штук шықты. Енді осының барлығын формаға жайғастырып аламыз. Бір шеті қалың, бір шеті жұқа болып қалмау керек. Барлығын осылай етіп жайғастырып аламыз. Жайғастырып болғаннан соң осылай шанышқының көмегімен тесіп шығамыз. Міне барлығын осылай жасап аламыз. Міне осымен тарталеткаларымыз дайын. Печкаға жібереміз. Печканы 150 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз қызарғанша. Міне осымен тарталеткаларымыз пісіп шықты. Менде форма 20 штук болғандықтан 2-ге бөліп пісіріп алдым. Печкаларыңыз енді әркімнің печкасы әртүрлі болғандықтан градусын өздеріңіз жобалап қоясыздар. Содан соң кремімізді дайындаймыз. Творожный сыр, сахарная пудра, сливки үшеуін осылай жақсылап миксерлеп аламыз. Міне қоюлығы осындай болу керек. Осымен креміміз дайын. Енді кондитерлік қалташаға салып, кремімізді тарталеткаларымызға құйып шығатын боламыз. Осы бір порциядан 40 штук тарталетке шықты, және де креміне 500 грамм сливки, 250 грамм творожный сыр жеткілікті. Міне барлығына осылай құйып шығамыз. Міне осымен тарталеткаларымыз дайын. Ендігі кезекте бетін сәндеу ғана қалды. Бетін сәндеуге өз қалауыңыз немен сәндесеңіз де, мен бұл жерде кивиді пайдаландым. Киви, клубника, апельсин, әрине өз қалауыңыз. Мен кивиді пайдаландым. Кивиді осылай барлығын турап, үстіне қойып, және де посыпкалар сүйіп шықтым. Назарларыңызға үлкен рахмет. Видео ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіздер. Осымен тарталеткаларымыз дайын. Ас болсын.